Нұрлы таңмен әрбір сәби жүрегі өзің деп соқса, бүгінгі мерекелік кешіміз де аналарға арналады. Көктем ана қыздар гүл атты мерекелік шарамызға қош келдіңіздер. Десек те уақытпен жарыспайды, қиялға қиялменен қарыштайды. Шәкірттарын ортамызға шақырайық. Ана деген бір жыр бар шырқалатын, асқақ татар биікке ұрпақ атын, орындайтын хор, айналайын ақ мамам, барша аналардың құрметіне арналады. Бал мен майын беретін немерем деп алар. Дұрыс. Балалар, бүгін қандай мерекені тойлауға келдік? Я, дұрыс айтасыңдар. Балалар, жылдың қай мезгілі қазір? Көктем. Я, көктем мезгілі екен. Жоқ. Мен қарғаншаймын. Қазір көктем емес, қыз мезгілі. Мен сендердің ән салып үй билегендеріңді қаламаймын. Сендер күтіп отқан көктем ханшайымда келмейді. Мен оны қатырып тастадым. Балалар, көктем күтудің бір ғана жолы бар. Мен сендерге бірнеше жұмбақ шаштырам. Соны таба алсаңдар, көктем ханшайыма енді. Я, енді балалар, бізге қар ханшайымы бізге қазір жұмбақ жасырмақшы, ал біз оны табайық, я? Терезені өрнектеп, әдемі сурет салыпты. Кім екенін табайық, көңілге кетіп қалайық. Суда мұз бар, жерде қар бар, боран боп соғады, бұл қай кезде болады? Жарайсыңдар балалар, мен сендердің оншалықты ақылды екенін білмедіңдер. Рахмет сендерге. Сендер болмағанда мен мәңгілік мұз болып қатып қалар едім. Ару көктем армысың, көкке біткен әнмісің, жерге біткен сәнмісің, алтын арай таңмысың, жарық шыққан күнбісің, жайнап өскен гүлмісің, тербетілген талмысың,